Достар, біз бүгін фарш пен кеспе жасайтын боламыз. Кеспені салмас бұрын қайнатып суға тұз қосып алыңыздар. Сосын барып кеспені 5-10 минут осындай жіңше кеспені қосқан болатымын. Сол кезде осы 5-10 минутта қайнап шығатын болады. Содан кейін осылай фаршты жақсылап тұрып қайнатып аламыз. Үстіне май құйыңыздар, сосын пияз, сосын бар осындай картоп, томат қосып жібереміз. Осылай қызартып тұрып қуырамыз пияз бен жаңағы фаршымызды. Сосын оның арасынан жаңағындай біраз қасықтай томатты, тұзды қосып жібереміз. Содан кейін барып картопты салатын боламыз. Ол жақсылап тұрып қуырылуы қажет. Сол кезде міне осындай болып шығады. Үстіне кішкене су құйып жіберген болатымын, барлығы жақсы болу үшін. Сосын барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Сосын үстіне тағы да бір дәмдеуіштер салып жіберулеріңіз керек, сонда жақсырақ болып шығатын болады. Міне, содан кейін үстіне тағы да қайнаған су қосып жібердім, және лавр жапырағын салып жібердім. Жаңа дәмдеуіштер дәмін көре отырып, тағы керегін қосып жіберсеңіздер болады. Сосын осындай болып шығатын болады. Достар, ас болсын.